Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Үй жағдайында құрт жаю әдісін және қыста қалай кептіру жолын бүгін көрсететін боламын сіздерге. Бізде құртымыз сүзілген, яғни суынан алынған дайын сүзбе. Сүзбемізді ыдысымызға салып, яғни сүзбеміздің мөлшеріне қарай тұз салатын боламыз. Және қолымызбен жақсылап мыжып, араластырып, барынша жақсы біріккені дұрыс, яғни мыжылғаны дұрыс. Сонда құртыңыз әдемі болып шығатын болады. Осылай әдемі болып шығады. Осылай енді құртымыздың басы біріккенін, әлде бірікпегенін осылай жайып қарап көріп алатын боламыз. Міне біздің сүзбеміз өте жақсы басы біріккен. Бірінші міне сопақша түріндегі құртты жайып бастаймыз. Дайын, яғни жұмыртқадан босаған коробкаларымызға бір қатарын қиып алдым мен. Оны қыс ауасында, яғни қыс айында парабойдың үстіне, яғни батарейканың үстіне қойып кептіретін боламыз. Мен екі түрлі әдісін жайдым. Сопақша және домалақ пішіндегі құртты жайып көрсеттім. Міне осылай сүзбемізді аз мөлшерде алып, бір пішінге келгенше барынша қысып, дөңгелек пішіндегі сүзбемізді жаямыз. Домалақ пішінде құрттарымызды жайып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай барынша қолдарыңызбен қысасыздар, одан кейін барып бір сипырашат, әдемі ғана сипырашатын болады. Үшінші түрі, дайын болған құрттарымыздың түрлері. Үшінші түрі, оны кәдімгі нан пісіретін духовкада пісіріп көрсетемін, яғни копченый түрін көрсететін болам құрттың. Мына құрттарымыздың дайын түрлері. Енді екінші түрі, бұны духовкаға салып, яғни ысталған түрін сіздерге көрсететін болам. Осылай жұмыртқаның ыдысына салып аламыз. Жайылған құрттарымызды 90 градусқа қоямыз және 160 градуста 2,5-2 сағат көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мынау піскен кездегі түрі 2 сағаттан кейінгі. Қазір өте ыстық болып тұр. Сәл кеңгіреп кеткен. Жұмсақ болып тұр. Суыған соң қатты болады. Мынау суыған кездегі түрі. Іші ақ, сырты сап-сары, өте дәмді. Күйдірілген копченый құрт үй жағдайында жасалған. Өте дәмді. Жасап көріңіздер. Келесі қыс мезгілінде құртты қалай кептірем деп жүрсеңіздер, осылай батарейканың үстіне қойып кептіріп алсаңыздар болады. Түнде осылай қойып қойсаң, таңда кеуіп тұрады. Мен осылай ас бөлмедегі батарейкаға шағындап, жұмыртқадан босаған коробкаға осылай бір бөлігін ғана қиып алып, осылай қойып шықтым. Өте тез әрі жеңіл. Парабойыңыздың, яғни батарейкаңыздың қызуына қарай тез кеуіп шығады. Жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.